Қазақтар ең бір ұлын аялай ардақтап Абай атаған. Абай ұлы ақын, композитор, аудармашы, философ һәм қоғам қайраткері. Абай қазақ поэзиясындағы ең бір трагедия тұлға. Ол жан жарасы жазылмай кеткен ойшыл. Победа ауылдық кітапханасы ұлы ақын және қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған әдеби эстафетаға қатысады. Абай, так ласково и с любовью называют казахи одного из самых великих своих сыновей. Абай – великий поэт, музыкант, переводчик, философ и политический деятель. Абай – одна из самых трагических натур во всей казахской поэзии. Он был мудрецом с неизлечимой душевной печалью. Побединская сельская библиотека участвует в литературной эстафете, посвященной 175-летию казахского великого поэта и просветителя, основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева. Мыслитель Абай вот уже почти 2 столетия восхищает различные поколения людей глубиной своей мысли и яркостью языка. Его известность переступила границы казахской земли, а его талант стал достоянием всего мира. Абаем создано около 170 стихотворений, написаны поэмы, слова назидания, Карасуздер. Абай перевел на казахский язык около 50 произведений великих русских литераторов Александра Пушкина, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, а также и зарубежных авторов. Стихи и песни, философские воззрения, слова и мысли его находят отклик в сердцах людей своей человечностью, любовью. Вчитываясь в абаевские произведения, убеждаешься, что по силе и выразительности реалистичных образов, по многогранности идейного содержания, по тематическому разнообразию, творчество Абая представляет настоящую энциклопедию жизни казахского народа. Хасанова Диана Серікқызы, Победа негізгі мектебінің 8-ші сынып оқушысы. Абай Құнанбайұлы, желсіз түнде жарықай. Желсіз түнде жарықай, сәулесі суда дірілдеп. Ауылдың жаны, терең сай, тасыған өзен кірілдеп. Қалың аға жапырағы, сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып, ән қосып, үрген итпен айтаққа, келмек пейетін жол тұсып, жолығуға аулаққа. Таймандамай тамылжып, бір суынып, бір ысып, дем ала алмай дамылқып, елен қағып, бос шошып, сөз айта алмай бөгеліп, дүрсіл қағып жүрегі. Тұрмап па еді сүйініп, тамаққа кіріп иегі. Назарларыңызға рахмет. Поэзия Абая певуча и таинственна. Стихи Абая – это мощный поток душевности, непоколебимой жажды искупления и внутренней непосредственности. С поэзией Абая приходит большое дыхание мысли и чувства, дыхание истории казахского народа. Как великий поэт, Абай пропускал мир сквозь себя и создавал свой мир внутри себя. Его пламенные стихи никогда не утратят своей силы и свежести. Великий сын казахского народа Абай Кунанбаев оставил в наследие прекрасные творения. В них воплощена вся его жизнь, его мечты о светлом будущем. Мен Зарубина Кристина. Победа негізгі мектебінің 4-ші сынып оқушысымын. Абай Кунанбаев. Ғылым тапай мақтанба. Ғылым тапай мақтанба. Ұрын тапай бақтанба. Қымырланып шатанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол. Бес нәрсеге асық бол. Адам болан десіңіз. Төлеуім, омарам, алдында. Оған қайғы жесіңіз. Өсек, өтірім, мақтаншақ. Кереншік, бекерма шашпақ. Без дұшпанын білсіңіз. Талап, еңбек, терең ой. Қанағат рақым ойлап қой. Без асыл өз көнсеңіз. Жаманды көрсен нәфретлі. Сөйтіп құнылтесаңыз. Жақсылы көрсен ебратлы. Оны ойға жесаңыз. Ғалым болмай немене. Балалықты кесаңыз. Болмасан да оспапмақ. Бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп. Айтпа ғылым сөсеңіз. Сізге ғылым қым берер. Жанбай жатым сүнсеңіз.
В его произведениях были отражены бытие, жизнь, характер, душа, религия, язык, дух народа. А затем все это превратилось в уникальное явление – мир Абая, и его литературное наследие своими художественными ценностями превратилось в источник современного национального искусства. Абай Кунанбаев, как мыслитель, поэт, переводчик, композитор, оставил неизгладимый след в истории страны. Абай мәңгілік, Абай шексіз. Ол ұлы адам сын қатырында, ол бүкіл халықты бейнелейді. Абай вечен, Абай бесконечен. Он стоит в ряду гигантов духа. Он олицетворяет целый народ. Спасибо за внимание.